Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында қарапайым шырша салатын жасайтын боламыз. Алдыменен тауық етін суға пісіріп алдым. Оны кішкене суығаннан кейін осындай бөліктерге бөліп, майдалап төртбұрыштап, кубиктап турайтын боламын. Осындай майда бөліктерге бөліп турап болдым. Енді бұны ыдысыма бөлек салып қоямын. Сәбізімді суға қайнатып алдым. 2 тал сәбіз. Сәбізді де осылай майдалап төртбұрыштап турайтын боламын. Енді екінші сәбізімді тураймын. Бұны да солай жұқалап, майда-майда төртбұрыш етіп турап аламын. Қалған бөлігін алып қоямын. Бетіне жұлдыз жасауға керек сәндеуге. Енді картошкамды де солай төртбұрыштап, ұсақтап турап аламын. Жұмыртқамды да солай майдалап төртбұрыштап турап аламын. Міне жұмыртқам турап болдым. Енді укроп тураймын. Укробымды ұсақтап тураймын. Енді бұны бөлек ыдысқа салып қоямын. Майонез бұрышынан кесіп аламын. Бұлай тәрелкеге салғанда қолайлы болу үшін. Алдымен ыдысымды дайындап алдым. Бұған шетінен картошкамды салдым. Бұған енді шетіне майонез құямын. Енді бұған сәбіз саламын. Сәбізімді де солай қатар тізіп, енді майонез құям бұған. Енді жұмыртқамды саламын. Осылай кете береді кезек-кезек. Бұның үстіне кішкене ғана құям майонез. Жұмыртқа майлы болған үшін. Енді бұған тауық етін саламын. Тағы да майонез. Енді
жасыл бұршақ саламын. Горох дейді ғой. Кішкене майонез. Үстіне кукурузымды себемін. Окарашкамды. Сәбізімді. Енді шет-шетін пышақпенен түзеп шығамын. Шыршаның формасына ұқсатып. Үстінен укропымды себемін. Міне дайын. Жұлдызды сәбіздің піскен кішкене бөлігінен қолмен кесіп алдым. Міне қарапайым шыршамыз, салатымыз дайын. Ұнаса тіркеліп подписаться етіп, пікір қалдырып кеттіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.